Тышқан жылы туылғандар әділ, кеңпейіл, жомарт, өз-өзін басқара біледі. Әркіммен тілі тез табыса, таныстар көп, бірақ та нағыз досқа мұқтаж. Алға қойған мақсатына жетпей қоймайтын алға басарлар. Оның ішінде жазушылар, саудагерлер, сыншылар көп шығады. Сиыр жылғылар алған бетінен қайтпайтын, қырсық, бірақ өзіне нық сенімді, бейнеткеш, көшбасшы болады. Сырттай қарағанда сабырлы болғанмен ашу түскен кезде жан-жағын жапайды. Сиырды себепсіз мазаламаңыз, себебі сүзіп кетуі мүмкін. Үшінші, баршылдағылар мүмкіндігінде шек жоқ. Ешкімнен қорықпайды, сезімтал, тереңнен ойлай біледі және көңіл күйдің адамы. Оған сену қауіпті, бірақ баршылғылар туылғандар басқаларға да оңайшылықпен сенбейді. Оның үлкендер және кішілер басқалармен сөзге оңай келіп қалады. Қоян жылдағылар бұлар сөз тыңдайды, ұстамды, талантты, тыныш, талғамы биік. Қоян жылдағылар айналасындағыларға өзін үнемі көрсеткісі келіп тұрады. Шешім қабылдауға асығыс болмайды. Қоян жылғылардың ішінде кәсіпкер, заңгер, саяси қызметтің шебері және әнші, одан сырт қабілеті бір төбе. Бұлу жылдағылар өзгелермен өзгеше өмірлік қуатымен, денсаулығының мықтылығымен ерекшеленеді. Бір беткей, кез келген нәрсені көңіліне алып қалады, қызба мінезді, қоғамдағы ықпалы күшті, көбі сыйлайды, екі жүзлік оларға тән емес. Бетің жүзің демей ойындағысын айта салатын адамдар. Жылан жылы туылғандар өз тәжірибесіне, өзінің ақылына ғана сүйенетін, көзімен көргеніне ғана сенетін жандар. Өзгенің қателігінен сабақ алады, адам тани біледі. Жолы, болғыштығы соншалық, қанша керек болса сонша ақша табуға қауқары әбден жетеді. Бір жаманы, олардың қатарында құмарға кетіп олжасынан айырылып жататындар көп болады. Жылан жылы туылғандар өзінің эмоциясын жасырып, үнемі күліп жүреді. Олар жаратылысынан ешкімге сене бермейді. Жылқы жыл туылғандар бойында күш қуаты тасып тұрғандықтан да олар қай кезде де көңілді, басқаларды тез өзіне баурап алады, жан-жағына шуақ сыйлап жүреді, ақшаға өте үнемшіл болады. Махаббатқа қатты берілмейді, тез ашуланып, тез басылады. Ешқандай адамға тәуелді болғысы келмейді. Біреуінің ақылына мұқтаж емес, өзіне қатты сенетін адамдар. Қой жыл туылғандар шынайы, жайдар мінезді, тұйық, анда-санда кертартпалығы бар, жоғары талғам иесі, өнердің әр түріне икемді, өзінің материалдық жағдан асып тасып тұрмаса да жоқ жітіктерге көмектескен жақсы көреді. Жоқ дегенде жақсы сөзбен жәрдемдесуге тырысады. Өмірді қалай болса солай сүреді. Ешін жылы туылғандар, олар бүгін бір нәрсе айтса ертең ойынан айнып шыға келеді. Мен емеспін деп шыға келеді. Оларға сену біраз қиынырақ, бірақ ақылдық жағы асып тұрады. Жолы болғыш, жоқтан барды жасап шығуға бейім, өз еркі өзінде болып үйренген, қызба мінез, кез келген мәселелерден сытылып шыға береді. Бірақ та ол ешін жыл туылғандарға айтқаныңызға көндіру бір шама қиын болады. Тауық жыл туылғандар аузын ашса ар жағы көрінеді. Ақ көңіл, еңбекшіл, батыл, бәрін білгісі келіп тұрады. Өзін мақтаған жақсы көреді, өз оймен жүргенін жақсы көреді. Тапқанында бейберекет, ешқандай берекеті жоқ. Ақшасын жұмсап, ең соңында ақшасын қайда кеткенін білмей жатады. Ит жылдағылар әділдікті жақсы көреді, өз құқығы үшін соңына дейін күресуге дейін дайын. Материал оны ешқандай қызықтырмайды. Қатты қажет болса жерден қазса да соны тауып шығуға дайын болады. Басқаларға мін тағып сын айтуға бейім. Жасына жас қосыла келе, осы мінездемелері ақырын басылатын болады. Мұғалым, кәсіпкерлер көп шығады. Доңыз жылдағылар, оларға әр кезде арқа сүйегі әбден болады. Жақсы серіктес, жақсы жолдас, үлкен ақыл иесі, ұяң мінезімен көп нәрседен қалып қояды. Аз сөйлеп кез келген мәселені ақырын шешеді. Ұрыс кезді мүлдем ұнатпайды. Достары аз, бірақ сол аз достары өмір бақилық шын дос болып қалады. Сіз қай жыл туылып едіңіз? Менің айтқандарым сіз бе екен? Дұрыс көрсеңіз жүрек басып басқаларға жолдап және көңіл қылғанды ұмытпаңыз. 抖音